Наконец-то мы встретились. Менің қатысуыммен 8 картина шығады. Ең сорлы адам екен ғой продюсерден. Ал мына пікіріңше? Қайсы? Шығармашылық дағдарыс па жоқ әлде не? Егер осы сұхбатты көріп отқан сценаристер болса, бағасы солидный. Елге аянышты болып көргім келмейді меніңше. Ақша талап етті ол кездерде. Бұл хайп па жоқ әлде рас шын әңгіме ма? Общий планмен қарасаңыз, отырып киіп отқан киім өзіне қарап түсінуге болады шығар. Оның не айтқанын айта берейін ба? Енді жауап берейін деп ойлаймын осы сұраққа. Баршаңызға сәлем. Бұл парадокс, сіздермен бірге мен Асхат Садырбай. Бүгін бізде қонақта әнші, ақын, автор, актер, қазіргі таңда продюсер Рамазан Амантай. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум, қош келдің. Дұрыс таныстырдың ба? Бәрін толық атап шықтың ба әлде қалып кеттің? Жоқ, атамау керек жерлері бар екен. Қайсы, әнші ба? Әнші деген. Жоқ, әнде жаздың бір уақыттары. Мен енді өзім үшін жаздым. Әнші болам деген мақсатта емес. Ән айтасың ғой негізі. Енді әудемейтін қазақ жоқ дегендей ғана. Просто тойға барсам арнау айт деген сияқты қинайды. Сол кезде тек ән айтып құтылып кетейін деген мақсатта жазғам. Уақыт экономдау үшін жазғам. Әнші емеспін. Ақынсың. Кішігірім ақынмын. Актерсың. Актер болуға тырысып жүрмін. Продюсер бола бастадың. Бастадым. Биылдан бастадың. Мамандығың негізі? Кітапханашы. Кітапханашы. Кітапханашы дегенді ұмытып кетіппін ғой. Иә, кітапханашы. Бірақ оны да ұмытып кеткеніңіз дұрыс болды, өйткені мен дипломы жоқ кітапханашымын. Диплом алған жоқсың? 4-ші курста оқудан шыға жіберді. 3 жыл сабаққа келмегенім үшін. Сол үшін дипломы жоқ кітапханашымын. 3 жыл сабаққа келмесең, қалай сен 4-ші курста сабақтан шығасың, оқудан шығасың? Жоқ, енді 3 жыл жалпылама айтқанда. Арасында барып жүріп, тиіп қашып. Өлетін жерін білетін баламын ғой. Бірақ 4-ші курсқа сәл шыдамай қалдым. Не оқымадың, не проблема болды? Ұнаған жоқ па өзіңе мамандық? Не үшін ол мамандыққа түстің олай болса? Грант па еді? Грант, иә. Грант болғаннан кейін түстім. Негізі жүргеніп түскім келді. Ол жақта грант болған жоқ. Иә. Әрқашан айтып жүрген сұхбаттар, енді әңгімелер бұның барлығы. Ақша талап етті ол кездерде. Сондықтан ол жаққа түсе алмадым. 16. 98 жылымын. Сол үшін Қазақ ұлттық университетінде, енді ол жақта да мен өзім армандаған жерім, филология факультетіне түскім келді. Негізі журфакқа түскім келген, сізге әріптес болғым келген. Бірақ жылда өзі бір кенжелеп келе жатқан мамандықтарға көп гранттар бөлінеді ғой. Сол кезде кітапханашы деген мамандыққа көп грант бөлінгендіктен соған ілігіп кеттім. Мен енді тағдырмен ойнадым десем болады. ұбт тапсырып болғаннан кейін 103 балл жинадым. Ол кезде 25 балдық тест еді. 103 балл жинадым да қазақ филологиясы, журналистика, филология дедім да прикол ұстап кітапханашыны белге салғам ғой. Сөйтіп тағдыр маған прикол ұстап жүрді. Қатты ауыр қылып айтсам. Сөйтіп кітапханашы атандым, бірақ ешқандай өкінбеймін. Кітапханашы болғаныма қуанам. Жоқ, дипломы жоқ па енді? Дипломы жоқ бірақ. Сон дипломды алып алу керек болып тұр. Оқу керек. Иә, оқу керек болып тұр. Ешқандай сонда диплом жоқ па қазір? Ешқандай диплом жоқ. Мектепте көкпен бітіргем, сол ғана бар. Неге сабаққа бармадың? Актерлық па сондағысы? Сен сериалға түсіп жүрдің, киноға болдың? Біріншіден енді мен өзім ойлаған мамандықта оқыған жоқпын. Ұнаған жоқ? Ұнаған жоқ. Ол мамандықты сыйлаймын, негізі сыйлаймын. Ұстаздарымды сыйлаймын, факультетімді сыйлаймын, группаластарымды жақсы көремін. Бірақ мамандықты маңызды деп тапқан жоқпын. Ал түскен себебім вариант болған жоқ деп айтуға болады. Сосын егер маған маңыздылау мамандық болса, мен мүмкін бітірер едім деген сияқты. Бір кітапханашының арманы мен үмітін ұрладым деген ой келмей ме анда-санда? Бір кітапханашының жолын байладым деп па? Иә, өйткені сенің орнына бір жігіт келер еді, қыз келер еді, немесе түсер еді кітапханашының. Мен өйтіп ойламаймын, өйткені бізде группада 27 студент болды, ешқайсы кітапханашы болуға армандаған жоқ. Қазақстанның түкпір-түкпірінен енді басқалар армандады деп ойламаймын, сондықтан ешкімнің ала жібін аттадым деген ой жоқ. Солай, бірақ міндетті түрде мен кітапханашыны дипломын алам бұйырса. Ол сонда не, гештальт па, принцип па? Сен оққан мен дипломдағын бәріп жұмыс істемейсің ғой? Иә, мен бірақ 4-ші курсқа келіп тұрмын, соны ала салу жеңіл болып тұр да қазір. Сөйтіп басқа мамандықты оқуға мүмкіндік ашылады. Иә, қазір менің бірақ группаластарым тфай-тфай сол кітапханашы мамандығын оқып, Қазақстанның түкпір-түкпірінде кітапханаларында жұмыс істеп жүр. Біздің ұлттық кітапхана, Жамбыл кітапхана,
кітапханасы барлығында белді қызметкерлер, оның үстіне қазір кітапханашылардың айлығы да жақсы. Иә. Мысалы актерлар жылына бір киноға түсуі мүмкін, 2 киноға түсуі мүмкін, ода тұрақты табыс бар деген сияқты. Сондықтан группаластармен бірдей табыс тауып деп ойлаймын. Түсінікті. Қазір киноға бәріне тоқталамыз жеке-жеке. Бірақ қазір осы бүгінгі сұхбаттың басты жаңалығы, жақында осы күндері 1 маусымнан бастап дәлірек айтсақ, Дубай любой ценой деген фильм шығады. Өзің басты рөлдердің бірін ойнайсың. Осы фильм жайлы айтып өтсең. Дубай любой ценой фильмі ерекше атмосферасы бар. Бірақ енді алдын ала дөп басып айтуда қиын, өткені мен фильмді әлі көрген жоқпын. Кейде бір қызық жағдайлар болады. Енді сізде де сондай болатын шығар. Мүмкін күтпеген сұхбаттарыңыз ел арасына таралып, үміт артқан нәрсең болмай қалады. Үміт артқан нәрсе болмай қалады. Немесе үміт артпаған нәрсе атып кетеді деген сияқты. Сол сияқты мен әлі киноны әлі көрген жоқпын. Бірақ іште бір жақсы қыжыл бар. Осы көрерменге ұнап кетеді деген. Себебі өзім ерекше ұнатып түскен жобалардың бірі болды. Сценарийін ұнаттым ең бірінші. Бірақ киногерлер киноға алдын ала баға бермейді, өйткені экран покажет деген ырымдары бар. Киногерлер ырымдары көп. Сондықтан алдын ала дөп бас бірден айтпай-ақ қойын, бірақ жақсы үміт күтіп отырмын деп айта аламын. Себебі бұл фильмде ең басты жаңалық Әсел Садуақасова ханым араға жылдар салып экранға қайта оралды. Өзінің алтын ұясына қайта оралды. Әсел Садуақасова ханымның фильміне мен бұрын түскенмін. Бірақ бірге түспедіңдер ау деймін. Бірге түскен жоқпыз. Сол бір бөлігіне түскенмін. Содан бері қаншама жылдар өтті. Менің де Бұғанан Бекіп, содан кейін Әсел Садуақасова ханыммен бірге бір партнер болдыңдар. Партнер болдық. Қалай екен жалпы партнер ретінде? Өте керемет. Әсел Садуақасова енді қазақ киносын белгілі бір деңгейге көтере алған нәзік жанды ғой енді. Өзінің жолы бар. Әсел Садуақасованың фильмдері бір әдемі жалынмен жанып тұрған камин сияқты. Отырып жүрегің тыныш салатын кинолар түсірген. Маған ұнайды ол кісінің фильмдері. Қобалжыдым. Әсел Садуақасова ханым енді белді продюсер, қалай болады екен, бір алаңда қалай тіл табыса алар екенбіз деп уайымдап келсем, сөйтіп келген бетінде наконец-то мы встретились дейді. Сөйтті да бүкіл уайым барлығы полға сіңіп кетті да. Әсел ханыммен күшті жұмыс жасадық. Сосын Әсел ханымнан күшті бір мақтау естідім. Менің сүйікті актерім деген. Осы фильмнен кейін? Осы фильмнен кейін, бірге партнер болып, сөйтіп қуаттанып, қанаттанып, сол шабытым әлі таусылмай жүріп жатқан жайым бар. Көрермен не үшін бұл киноны көруге бару керек? Мүмкін бір-екі себебін атарсың, қызықтырып қояды. Біріншіден қазақ киносын қолдау үшін, екіншіден сүйікті актерлар үшін. Фильм қазақша ма әлде орысша ма? Орысша, қазақша аралас. Сосын Әсел Садуақасованың фильмдерін сағынған жандар болса, актерлігін, фильмдерін өткені сол кісінің атмосферасында түсірілген фильм. Бұл жақта енді басым назардың акцент сол кісіге қойылды. Одан кейін бір ой түйіп қайтам десе, демалып қайтам десе. Комедия ма? Комедия айтары бар, жеңіл, ешқандай бас ауыртпайды, ешқандай уайымдатпайды. Жай ғана көріп, риза болып қайтатын фильм деп ойлаймын. Бұл фильмнің сценарий саған несімен ұнады? Идеясы бас аяғы бар, әзілдері қуатты, айтар ойы бар. Қазір енді сценарийден өте ақсап жатқан заман, көп фильмдер сценаристерге өте зәру. Негізі қазақ киносы дәл қазіргі сәтте. Егер осы сұхбатты көріп отқан сценаристер болса, сіздер тезірек келіңіздер. Немесе сценарий жазуды армандап жүрген жандар болса, немесе әдебиеттің жаңағыдай жазудың басқа саласында жүрген мықты мамандар болса, тезірек киноға келулеріңізді сұраймыз. Өйткені қазір қазақ киносы мықты сценаристерге зәру. Қазақ киносында қазір бәрі бар, актерлары бар, техникасы бар, оператор, барлық мықтылар бар, бірақ сценарийге қазір зәру болып жатырмыз деп мен ойлаймын. Сондықтан келіңіздер. Маған осы Дубай любой ценой киносының сценарийі ұнады. Енді тағы да сол ырымға айналып келеміз, экран покажет.
Жақсы. Бір сұхбатыңда былай айтыпсың, жалпы кинолар жайлы айтатын болсам, қазіргі кинолар көбіне кассаға жұмыс істейтін болды депсің. Бұл да сондай фильм емес па? Енді жалған емес. Бүкіл әлемнің киносы кассаға жұмыс істейді ғой, қазіргі заманда. Әрине. Даже артхаус кинолардың өзі кассаға, ақша жаңағыдай табысқа жұмыс істейді. Негізі касса үшін коммерциялық киноларды қайта айналайын деп құшақтау керек деп ойлаймын. Өйткені нағыз ақшаның көкесі артхаус кинода жатыр екен. Жағдай неше түрлі жанрда түсіретін, фестивальға жолдайтын. Өйткені олар фильмдері сол бәйгеден бас жүлде алатын болса, оны 50 шақты мемлекет сатып алады екен. Жаңа жүлде үшін тағы премия береді екен деген сияқты. Сондықтан коммерцияға жұмыс істеп кетеді деп ешкімді кінәлауға болмайды қазір. Ал мына пікіріңше? Қайсы? Қазіргі кинолар көбіне кассаға жұмыс істейтін болып кетті деген. Кассаға жұмыс істейтін болып кетті деген пікір ол орынды деп ойлаймын. Өйткені еңбектің жемісі болу керек. Кассаға жұмыс істеп, касса ақталса, одан да жақсы сапалы дүниеге қаражат болады. Оның барлығы қазақтың қалтасына түсіп отқан дүниелер. Сондықтан кассаға жұмыс істеу керек деп ойлаймын. Ал кино тәрбие құралы, руханиятқа көбірек көңіл бөлу керек дегенге қалай қарайсың? Менің ойымша, адам қазіргі заманда көрермен өте сауатты. Кассаны да өзінің қалтасындағы жағдай ақшасында жақсы киноға бергісі келеді деп ойлаймын. Сондықтан кассаға жұмыс істеу деген сөз ол ішінде сол тәрбиелік айтатын нәрсесі бар. Сосын қуатты қалжыңдары бар, айтар ойы бар, және көріністері бай деген сияқты бүкіл нәрсені қамтитын дүние деп ойлаймын. Кассаға жұмыс істеу деген. Өйткені қазір көрермен қанша кассаға жұмыс істесең де сапасыз дүниені көрмейді. Қазір өзіміз кино жасау барысындамыз, соның барлығын ойлап жасап жатырмыз. Бұның киноның айтары не, мына әзілдің астары не деген сияқты. Осы орайда енді өзің алғашқы продюсерлік жобаң «Әкеге апарар жол» деген фильмің туралы сұрағым келіп отыр. Инстаграмнан көріп жүрміз, біраз жаңалықтармен бөлісіп жүрдің, қалай бастап жатқаныңды, қандай актерлар қатысатынын айтып жүрсің, көрсетіп жүрсің, неше түрлі вайндар түсіріп жүрсің. Бірінші сұрағым келетіні, фильмнің аты неге әкеге апарар жол? Шығармашылық дағдарыс па, жоқ әлде не? Әлде әзіл ме әлде? Бұл жаңағыдай касса деген нәрсе. Сарказм ба? Жоқ, сарказм емес ешқандай. Анаға апарар жол деген фильмге. Керісінше анаға апарар жолдың жолын берсін деген ырым. Бұл да ырым ба? Бұл да ырым. Соны ырымшыл адам болып көрініп қалдым ғой дейміз. Жақсы ырымдар ғой енді. Кәсіби ырымдар. Ниет таза. Ниет таза. Ақан ағамыз өзіне де мен айтып, Ақан аға осында кино түсіріп жатырмын деп ол кісінің батасын алып басталған дүние. Ертең күні тағы басқаша ойлап қалмасын. Аға осындай күліп жатыр ма, мазақ қылып жатыр ма деген. Бірақ енді ол фильмде мүлдем ол киноға ештеңе жоқ. Просто ол жаңағыдай атын жақсы жаңағыдай енді бір ырымдап үлкен тұлғардың атын қойып атамыз ғой баласына. Баламызға сол сияқты дүние. Әкелердің қадірі жайлы, отбасылық қарым-қатынас жайлы кино. Ешқандай шығармашылық дағдарыс деп ойламаймын. Және кімнің идеясы? Көрермен елең ететін ат деп ойлаймын. Кімнің идеясы? Өзің идеяң ба? Жоқ, Самат Сыржанов, сценаристіміздің идеясы. Басты рөлге ресейлік актер шақырыпсың. Өзімізден актер табылмады ма? Не себепті ресейлік актер? Жоқ, енді мен түсінбеймін да, өзімізден актер табылмады болғанда бәрі өзіміздің актерлар ойнап жатыр ғой жерде. Басты рөл Дариға Бадыкова, Қысбек Қасымбек, Бақытжан Қожа бар. Көп кәдімгі біздің мықты қаймақты Асқар Тұрпеков бар, енді айта берсең Рүстем Жаныманов, Ерболат Әлқожа деген сияқты. Соны түсінбеймін, неге қазақтан таппадыңдар деп. Аналарды көрмеймін ба? Әйтеуір бізге бір сын айтсақ болды да бізге бір. Ресей актері шақырған себебіміз қазақ бұл жерде енді әзірге сәл құпия болып қалсын, біздің қазақтықты дәріптейтін кино да ол. Соны жаңағыдай Ресейден келген орыс айтса аузы дуалырақ бола ма деген оймен, көрерменге қатты сіңімдірек бола ма деген оймен шақырдық. Фильм қазақша ма, орысша аралас па? Фильм қазақша. Орысша бір 4% шығар, 4%. Мен ойладым ғой, мүмкін Ресейдің актер шақырсаң, ол жақтың да прокатына шығарасың ба? Бұл орыстың қазаққа айналу жайлы кино. Сондықтан фильм қазақы өте сондай фильм. Өйткені мен бас продюсердің табиғаты қазақы.
сондықтан ондай жаңағыдай орысшалау дүние жасау мүмкін емес деп ойлаймын ол жерде. Одан кейін неғып шетелден актер шақырып біздің көрерменімізге жаңалық жасамасқа. Мен енді Құдай қаласа армандарым бар. Ресейден емес, тіпті Түркиядан, Голливудтан актер шақырып, қазақ көрермендерінің самооценкасын, өз-өзін бағалауын көтергім келеді. Қазақ киносының дәрежесін көтергім келеді. Актердің жалпы, ол актердің бүгінгі таңдағы бағасы қандай екен, қымбатқа түсті ма? Бағасы солидный. Енді біз ресейлік актерлар десе Сергей Безруковты айтамыз, Данила Козловскийді айтамыз деген сияқты ғой. Бұл актер қай санаттағы актерларды қатарына жатады? Енді мысалы андай ғой, мысалы қалай айтсам екен, комедиялық жанрда? Иә, актерлар жағынан мысал келтіру керек болып тұрған бұл жерде де. Жалпы өнер адамдар жағынан мысал келтірейінші. Мысалы бізге қашанда Медеу Арынбаев құнды деген сияқты, всегда трендте жүрмесе де, сондай құнды деген сияқты. Кәсіби. Олардың да бір кәдімгідей өнерінің бір жаңағыдай шоқ жұлдызы ол кісі. 50-ден астам картинасы, просто біз бірақ образмен жаттап қалған екенбіз. Сериал арқылы. Иә. Сондай үлкен актер кісі екен. Айтары бар кісі, просто біз сыртынан ғана бағалаймыз да. Бірақ енді тағы бір армандар бар. Ақыры орыстан шақырып бастағаннан кейін патологын қойып, керемет бүкіл ел білетін актерді шақырсақ па деген армандар бар. Оны алда тағы да әзірге құпия. Құпия болғанда. Құпия ұмай айтар едім, просто шешіліп жатыр да. Анық емес нәрсені айтқым келмейді да. Тамаша, енді ниетіңе жетті дегіміз келеді. Рахмет. Бұйыртса, бұл фильмің қыркүйек айының 7-сінде кинопрокатқа шығады. 7 қыркүйекте «Әкеге апарар жол» атты менің алғашқы тырнақалды туындым бүкіл қазақ кинотеатрларына шықпақ. Болар баланың бетін қақпа, белім бу деген күшті сөз бар. Сондықтан алдағы жақсы дүниелерге шабыт болсын деп сіздерді шақырамыз. Сіздерді мен қолдап келіңіздер. Сіздер өкінбейтін кино болады деп үміттенемін. Осы фильмге түскен шығармашылық топты, актерлерді Абу-Дабиге демалысқа жіберемін депсің. Иә. Бұл хайп па жоқ әлде рас? Шын әңгіме ма? Рас. Өйткені әр киногер түсірілім алаңда, әр киногер өнерпаз. Негізі түсірілім алаң деген ол қырғын ғой, соғыс. Жаңағыдай тіпті хлопушка соғып жүрген қыздар, немесе дыбыс режиссері, бәрі өзінің департаментіне, өзінің саласына соғысады. Саласы үшін тұрады ғой. Кейде бір-біріне пікірлер қарама-қайшы болып қалған кезде, ол небір вайналар болады. 15-ақ күн түсіріледі бізде, 20 күн соның ішінде небір қызық оқиға болады. Әрқайсы бір өнерпаз, әрқайсы бір өздерінің әлемі бар адамдар да. Сондықтан сол өнерпазға жақсы жылы сөз керек, қамшылау үшін. Сол өнерпазға внимание керек. Сол үшін бүкіл біздің кинода жұмыс істеген 50 өнерпазды, өнер адамдарын Абу-Дабиге 3 күнге демалысқа кино премьера шыққаннан кейін алып бара жатырмыз. Және тағы да бір ойымыз бар. Дубайда көп қазақ бауырларымыз шоғырланған ғой. Сол жақта Дубайда премьера жасақ. Бұл барлығы қазақ киносының мәртебесі үшін деп айтуыма әбден құқым бар шығар. Екі қоянды атам дейсің ғой. Иә. Барлығы ол жақсы бір дүние, жақсы дүниенің жолында деп ойлаймын. Жақсылықтың жолында. Жақсы, енді бұл да тамаша идея екен, бастамаң да жаман емес. Көңіл ғой бәрінен бұрын. Әрине. Бір постыңнан көріп қалдым, ақшаны инвестордан Атыраулық азаматтан дедің ба, Ақтаулық азаматтан қарызға алдым дедің. Енді қазір көлемін сұрасам айтпайтын да шығарсың, қанша алдың, қанша бересің деген сияқты. Бұның бәрі сол ақшаға жасалып жатқан дүние ма, жоқ әлде өзінің басқада жинаған терген? Менде кәдімгі общий планмен қарасаңыз, отыруға киіп отқан киім өзіне қарап түсінуге болады шығар. Асаба бір жағдайым жоқ бола екен. 50 адамды Абу-Дабиге апарып жатсың ғой сонда. 50 адамды сол енді ол кісі өзі мен оны жарнамалағанды қаламайды. Жасырын болсын, просто өнерге деген махаббатын сөйтіп білдіріп жатқан кісі. Мүмкін алдағы уақытта жариялап жатармыз. Сол кісінің жаңағыдай қаражатымен, идеяларымен кейбір
жасалып жатқан дүниелер. Абу Дабиге бару деген дүниелер мысалы. Бірақ ол кісі ағарту ісімен айналысып жүрген. Тек қана бизнесмен емес, елді білімге шақырып жүрген кісі. Енді жауап бердім деп ойлаймын осы сұраққа. Кім екенін айта алмайсың. Кім екенін айта алмаймын. Қарызға ақша алдым, бірақ қанша сумма екенін оны да айтпайсың. Бірақ үлкен сумма. Оны қайтара аламын деп ойлайсың ба? Нар тәуекел. Тәуекел болмаса ештеңе болмайды. Қайтара алмай қалған жағдайда не болады? Енді ондай болмасын. Болмайды десең. Жоқ, қайтара алмай қалған жағдайда мен сәл шабытым не істеп қалатын шығар. Үйіңді тартып алып, көлігіңді иемденіп деген сияқты. Оны елге аянышты болып көргім келмейді меніңше. Бірақ ол үлкен адами фактор ғой, андай сенім артып отқаннан кейін мен қайтарып бергім келеді. Бұл бизнес қой. Саған мысалға 20 мың теңге берді, ол 40 мың теңге қайтару керек. Бұл жерде әңгіме жоқ қой, сен жинай алдың ба, жинай алмадың ба? Мен бірақ қазір адамдарға, басқа блогерлер, басқа продюсерлер сияқты осындай алды мен қайтаруым керек, барыңыздар, бірдеңе деп айтқым келмейді. Маған просто ол басқа продюсерлердің сол тірліктері маған андай ерсі көрінді да. Мәдени қайыршылық па? Мәдени қайыршылық ерсі көрінді. Қазір TikTok-тағы стримдегі адамдар сияқты. Инстаграмнан басталды. Мен қарызға алдым базар жоқ, бірақ мен ешкімге келіңіздер, мен осындай қиын жағдайда мен жалынбаймын. Просто жақсы дүние жасауға тырыстым. Тәуекел еттім, енді барлығын бір Құдайға тапсырдым. Бұйырғаны болады. Бұйырғаны болады, көрермендерге сенем. Болды. Түсінікті. Келіңіздер, мынандай болып жатыр деп, андай бір маркетингтік кодпен алдағым келмейді, ешкімге жалынғым келмейді. Өйткені үлкен бастарымен өзін түсіріп, ақша үшін сөйтіп жатқан жандардың қатарынан болғым келмейді. Бір Құдайға тапсырдым. Ең бастысы өзімнің жасап жатқан дүниеме сенем. Болды. Бірнеше жыл болды. Бизнес по-казахски, қазақша бизнес фильміне түсіп келе жатсың. Өткенде біз Жеңіс ханмен сұхбаттастық. Оның не айтқанын айта берейін ба? Айта беріңіз. Бүкіл фильмді алып шыққан бір актер бар деді. Ол Рамазан Амантай деді. Қалай ойлайсың? Ол шын. Бірақ ол айтты, Рамазанға мен қатты ұрыстым деді, түсірілім алаңында. Премьерада Рамазан жарайсың деген. Кібіріспай жатыр. Неге? Ойнайды, айта берді. Жоқ, премьерада айттым бірақ деді. Рамазан жарайсың. Бүкіл фильмді алып шыққан сен деді. Енді жұртта сен сол фильм арқылы жақсы тани бастады. Одан кейін I Go to School фильмі шықты. Ол жерде жеке өзіңнің оқиғаң баяндалды. Бұл фильмді ары қарай да түсесің ба, жоқ әлде фильмде өзгерістер бола ма? Жалпы фильм түсіріле ме ары қарай? Ол жағы әлі білмәлім. Әлі маған нақты хабар келген жоқ. Түсуім де түспеуім де мүмкін. Тіп сондай. Түсуім де мүмкін, түспеуім де мүмкін. Өйткені ол жақта енді Жеңіс хан ағамыз лебізіне рахмет. Ол кісі сол мені кастингке келген кезден байқап, сол фильмге алып, мүмкіндік беріп, Нұрлан ағамызға ұсынып, мені бір Алланың қалауымен себепкер болған жан. Ол кісіге алғыстан басқа айтарым жоқ. Ұрысқаны барлығы рас. Ол кезде мен де балапамын, кішкентай баламын. Сондай жақсы кісілердің, ақылды кісілердің ұрысымен өз адам өседі ғой. Сондықтан барлығы рас, бірақ енді тек менің ғана себепкерлігіммен жаңағыдай фильм күшті болды дегенге келісе қоймаймын. Өйткені ол жақта менің айтып отқан сөздерімді аузыма салып беріп отқан адамдар бар да. Сондай әзілдің, интеллекттің үлкен биігіне жеткен адамдар бар. солардың ол арқасы деп ойлаймын. Мен сияқты ойнатып беретін актерлар көп деп ойлаймын. Сондықтан ол сол жағдай команданың арқасы, ағамыздың арқасы, Нұрлан ағамыздың. Сол кісінің жанындағы мықты кісілердің арқасы деп ойлаймын. Неге түспеуі мүмкін? Жоқ, мен әлі дөп басып айта алмай отырмын. Мен білмеймін ештеңе. Мен бірақ ешкімнен жалыққан жоқпын, ешкімнен. Маған керісінше қоштасқан ұнамайды. Бүгін дәл осы қазір сізге сұхбат бермес, осы сұхбаттасардың алдында Батыр из прошлого деген тамаша фильмнің нүктесін қойып келіп отырмын. Маған өте қиын, бір ай бірге жүрген группамен қоштасу.
сондай бір толқып отқан сәтім. Сондықтан вообще маған адаммен қоштасқан ұнамайды. Ешқашан жалықпаймын жақсы адамдардан. Өзің образынан, рөлінен жалыққан жоқсың ба? Қанша болды ғой енді? Қанша бөлім шықты өзі фильмнің? Образымнан жалықтым, бірақ адамдардан жалыққан жоқпын. Мен сол адамдар үшін образымды қайта жасап беруге бармын. Өйткені үйреніп қалдың, партнер, кәсіби актерлер, Жанбай Жанбаев, Дариға Бадықова. Енді отбасы сияқты болып кеттіңдер ғой. Дұрыс айтасыз. Көңіл бар. Енді ағамыз кел десе қалай бармаймын деген сияқты. Одан кейін отбасылы болып кеткеніміз рас. Содан кейін енді елге танытқан өзің су ішкен құдығыңа түкірме дейді. Мысалы мен өзім су ішкен құдығыма түкірсем ертең не болады? Адамдық аузыма не қалады деген сияқты. Бір образдың актер болып қалып кетем деген қорқыныш жоқ па? Сол қорқынышпен күресіп келатырмын ғой қазір. Сол қорқыныш бар еді. Қазір тырысып жатырмын. Бірақ енді бізде үнемі әдет, енді оған ешкімді кінәлауға да болмайтын шығар. Қандай образдан көріп қалды, сондай рөлдер бере береді актерға. Бере береді ғой, бірақ сен енді басқа да актерлік рөлдерді ойнауың керек қой. Қалай? Ойнауым керек, енді бермесе не ойнаймын мен. Мынаны бер деп жалынбаймын ғой оған. Бірақ Құдай қаласа өз-өзіме мүмкіндік бергім келеді. Ешкім маған мүмкіндік бермесе, өз-өзіме мүмкіндік беріп, бұйырса бір Құдайдың қалауымен неше түрлі образдар жасағым келеді. Мен 7 жыл бойы бірақ фильмде ойнадым. Бизнес по-казахски деген. Жылына бір ғана фильмде ойнадым. Сөйтіп 7 жыл бойы біраз қалай түсіне алмады екен, дұрыс. Кино әлемінен алшақтап қалдым десем де болады. Өйткені жылына бір ай енді мысалы сұхбат алсаңыз. Енді ғана қазір мысалы осы жылы менің қатысуыммен 8 картина шығады. До того сағынышты көріп тұрсыз. Мен оның барлығына бір қажеттіліктен келісіп жатқан жоқпын. Сағынышпен келісіп жатқан дүние. Құштарлықпен келісіп жатқан дүние. Бәріне жаным салып тырысып жатырмын. Енді оның барлығын экран покажет. Продюсер болу оңай емес екен деп әзілдепсің, бірақ бұл әзілдің астарында бір шындық бар сияқты. Әрине. Сәл шаршағанды сияқтысың. Мен білемін, оны десенеден белгілі нәрсе ғой. Саған қойып отырмын ғой сұрақты. Дұрыс айтасыз. Продюсер ең бір жексұрын адам жаңағы ұрысты да еститін. Өзі ең сорлы адам екен ғой продюсерден. Сырттан қарап мен қайдан білейін, продюсерден күшті екен, бастық екен, ойбай. Продюсерге бәрі жағымпазданады екен деп қайдан, ойбай. Азаптың бәрін көретін сол продюсерлер екен. Өзінің партнерларының көңілін табамын деп. Мен өзім 7 жыл бойы бірге жұмыс істеп жүрген адамдарды танымай қалдым ғой. Уже саған продюсер деп басқа ракурстан қарайды ғой. Мынаны тауып кел дейді ғой. Түсінбей кетесің кәдімгі. Бұрын бірге жамандап жүрген адамдар, бірге әңгімелесіп жүрген жандар уже саған қарай. Енді оның барлығы дұрыс қой, жұмыс, кәсіби дүниелер. Бірақ шынымен оңай емес екен. Мысалы, басқа бір жобада жай ғана актер болып істеп жүрген кезде, кейде сәл шаршап қалып, жаңбыр жауайын деп тұрса, жаңбыр жауып кетсе екен, бүгін ертерек қайтсақ екен деген бір тілек тілеп, жаман жаңағыдай тілек тілейтін болса, қазір өзімнің фильмде ауа райын тілеп, Құдайдан ешқандай бір проблема болмаса екен деп шынымен түсіндім ғой. Сосын бүкіл өзім бірге жұмыс істескен продюсерлерге звондап шықтым. Кешіріңіздер деп. Мен егер бір не болса, мен кешіріңіздер деп. Мысалы, мен қазір кинопарк ұжымымен, Тайгер Фильмс ұжымымен жұмыс істеп жатсам, сол кісілерге де айтып жатырмын ғой. Мен түсіндім сіздерді деп. Түсіндім деп, кәдімгідей ешқандай каприз көрсетпей, ешқандай не көрсетпей, керісінше жұмыла жұмыс істеп, дүниені экранға шыққанша. Фильмнің бюджетін айта аласың ба қазіргі таңда? Негізі названы айтады ғой, негізі айта ба. Примерно емес, дөп басып айта салайын онда. Әлі ешқандай жарнамасы жасалынған жоқ. Фильмнің бюджеті 130 миллион теңге келтірілді. Бұл таза түсірілім және постпродакшн. Постпродакшнмен бірге. Әлі жарнамаға ашық. PR жарнама бар. 130 миллион деген енді қазіргі коммерциялық көп фильмдермен салыстырғанда әжептәуір сумма. Ол бір инвестордың баяғыдан тіректеп жиған ақшасы. Менің де бала кезден тіректеп жинаған тәжірибем. Соның барлығы таразыға түсейін деп тұр енді. Сәуірдің. Ойбай, сәуірдің
қыркүйектің 7-сі күні. Осы уақытқа дейін енді көп киноларда өзің ойнап жүрсің, көріп жүрсің, тұсаукесеріне барып жүрсің. Саған ұнаған топ 3 үздік фильмді айта аласың ба? Өзім ойнаған ба? Жоқ, бәрібір. Ойнамасаң да қазақ киносы ма? ұнатқан, иә, соңғы шыққан фильмдерден. Былай айта салайын онда. Прям енді қатты жақсы көріп айтпай қойын, просто айту керек болғаннан кейін айтайын. Мәссаған. Назар аудардың киносы ұнады ма? Иә, назар аудар. Назар аудар. Маған назар аудар. Маған назар аудар. Хотя бы кинода Хотя екі. бы кино 2-ні көрмедім. Көрмедің. Хотя кино 1 ұнады. Акмайыл. Ұнады ма? Әрбір фильмде өзінің кемшілігі болады, өзінің артықшылығы болады. Маған Акмайыл фильмінің, мен қазір тек кемшілігін емес, артықшылығын айтқым келеді. Өйткені оның көрермендері болса, оны біледі и так. Акмайыл фильмінің артықшылығы, өзінің атмосферасы бар, және актерлық құрам өте мықты. Мен сендім ол фильмге, актерларға сендім, тақырып ұнады. Мен премьерада ләззат ала алдым. Кейбір ғана бір дүниелер болмаса, енді қазір қазақ киносы дамуысында бір-бірімізді сынайтын уақыт емес қазір. Жасайтын уақыт. Жасайтын уақыт. Бәрі бірдей кино түсіріп келатыр негізі қазір. Біреуден бір артық бір бюджетімен ғана артық шығар. Сол жаңағыдай салып атқан дүниелермен артықша, бірақ жалпы алып қарағанда бірдей деңгейде келе жатырмыз ғой қазір. Жер мен көктей дейтін ешкім жоқ қазір мысалы да. Сондықтан бір-бірі сынайтын уақыт емес, сондықтан топ 3 фильм осы. Осы орайда мен бизнес по-казахски жайлы тағы да сұрағым келіп тұр. Енді франшизаға айналды ғой, жылдан жылға, әр жыл сайын жаңа жыл қарсаңында фильм шығады. Соңғы бөлімдері көп көрерменнің көңілінен шықпай жатыр. Әзілдері сұйылып кетті, бәрі бір сарында болып кетті деген сын көп айтылып жатыр. Мен өзім де байқадым, бәрібір де бірінші, екінші бөлімге, үшінші бөлімге жетпейтін тұстары көп екен. Енді бұл көрермен ретінде пікір. Мүмкін субъективті болуы да мүмкін. Өзің қалай ойлайсың? Жалықтырып алды деп ойламайсың ба бұл тақырып көрерменді? Енді көп айтып жатса, дөп айтады ғой бәрібір енді. Оған қалай қарсы шығамын мен. Андай факторларды әсер етуі мүмкін. Мысалы біз соңғы бөлімге кішкене уақыт тығыз болды, дайындалып үлгермей қалдық деген сияқты дүниелер бар. Бірақ мен ойлаймын, әлі де таңғалдыруға бар жоба деп. Әлі де таңғалдыруға бар жоба деп. Соңғы именно сол создательдердің өздері де мойындайды. Бізге дайындыққа уақыт аз болып қалды, сценарийге уақыт аз болып қалды. Сол енді көрермен күтіп отқаннан кейін күткенін беру мақсатында түсіріп келген дүние. Бірақ барынша тырысып бақтық. Бірақ мен киноны өте жақсы киноман достарым бар. Мен бірдей ойланатын, солардан сұрасам, бізге ұнады дейді. Мысалы, пікір тоже екі түрлі. Сондықтан мүмкін ол жаңа деңгей болуы мүмкін. Мүмкін жаңадай асқыз болып қалуы мүмкін деген сияқты. Кино тақырыбын бір шетке ысыра тұрайық. Автор ретінде қанша әнге сөз жаздың? 400-ден астам. Мәссаған. Бәрі ән деп айта алмаймын бірақ. Енді өлең жаздың. Сұхбатта айтып жүрген әңгімелер. Иә. Қазір жазғың келмей жүр. Иә. Неге? Үзіліс керек. Өйткені ол шығармашылық тоқырау ма ол да әлде қалай? Мен сол 7 жыл деп айтып жатқан себебім, қазақша бизнес бірінші бөлімнен өзім оқу бітіргеннен үлкен өмірге қадам басқаннан есеп қой енді. Сол 7 жылда тек қана авторлыққа көңіл бөлдім. Ал кино кішкене кенжелеп қалды. Осы жылы таза киноға бет бұрайын деп ниеттендім. Бұл бірінші себеп. Иә, бірінші себеп. Екінші себеп, әр адам өзінің істеп жатқан дүниесінің шамасын біледі уже. Баяғыдай желание жоқ. Баяғыдай мотивация бермейді. Шаблон штамп болып кетті ма? Штамп болып кетті. Маған сенім артып отқан адамның кейде несін ақтамай қалып жатырмын уже. Одан кейін автордың ешқашан еңбегі бағаланбайды ғой өзі.
Қалай бағаланбайды? Аз төлей ма, жоқ әлде қалай? Аз төленетіні бар, одан кейін авторлық бар. Авторлық құқық. Иә. Ең бізде ұлы бардак, үлкен былығып атқан мекен, оны өзіңіз де жақсы білесіз. Білеміз. Тиын түспеді ма мүлдем? Авторлық қоғамнан? Тиын түсті деген аты ғана ғой. Ол жақтан ниеттемейміз, бірақ жалпы автордың еңбегі сол жаңағыдай кез келген жағынан бағаланбайды. Ол жаңағыдай әнші тарапынан да, авторлық құқықтар тарапынан да бағаланбайды. Әнді жаздырып алып, міне, өлеңнің ақысы мынау. Негізі бұл жайлы мен үлкен әңгімелер айтқым келеді, бірақ оны экранға айтуға болмайды. Неге? Сол. Қарым-қатынасын құрып аламын деп ойлайсың ба? Сондай. Енді оны айтпасаң бәрі солай ойлап жүре береді ғой. Рамазанға өзінің айтқан ақысын берсек болды, өлең. Мен жазбаймын ғой енді қазір. Мүлдем жазбайсың? Иә, оның үстіне мен қазір өзімнің мәтіндердің бағасын 10 есе көтеріп тастадым. Құпия болмаса қанша? Миллион. 1 миллион теңге, бір өлең. Бір мәтін, ән емес. Бір мәтін 1 миллион теңге. Зато қазір күшті, ешкім заказ бермейді маған. Яғни бір саған композитор әнін әкеп береді, сен өлең жазып бересің 1 миллион теңгеге. Иә, 1 миллион теңге. Бұрын сонда 100 мың теңге жаздың ба? Бұрын 100 мың теңге жаздым, сосын 150 мың теңге жаздым, 200 мың теңге жаздым. Енді оны есеп мен образын айтқам, дәл суммасын әртүрлі бағада жаздым. Өйткені оны біле салу қиын емес, көмекшіміз бағасын айта салады. Сондай мақсатта қазір көтеріп тастадым. Рахмет айтпай кеткен әншілерді енді атын атамайтын шығарсың ау. Атын атайсың ба? Рахмет айтып риза қылған өнерпаздар бар шығар, әлде бәрі бірдей ма? Бірдей бәрі. Мен бір әншіден мынандай бірдеңе алдым деп айта алмаймын. Тек қана айтқан жаңа 100 мың теңгені береді, болды. 100 мың теңгені береді, сол. 100 мың теңге деген прикол болып кетті ғой өзі. Жаңа ұйқым келмейді әні аяқ астынан хайповать етіп кеткен кезде небір хайпажор журналистеріміз бар ғой. Внимание жетпей жүрген, білмеймін, енді атасының құны қалды ма, всегда эфирден көрініп жүрмесе бір жері ауыра ма, сондай бір журналистеріміз бар. Просто бір журналист соны таратып жіберді. Нені? Жаңағы 100 мың теңге деп әзілдеген дүниені күштілеп монтаждап, ол мен сыйлап жүрген бір ағам еді еще. Содан кейін кәдімгідей бір жаман болып қалдым. Сөйтіп әзілге айналып кетті. Өзі адамдар күшті дүниелеріңді жаттағысы келмейді ғой. Сондай бір құлағаныңды жатта қалады, сүрінгенің ұнайды. Сенгісі келген нәрсеге сенеді адамдар. Шындыққа емес, сенгісі келген нәрсеге сенеді деген. Ешкімге өкпе жоқ. Сол ұйқым келмейді хайп болып кеткеннен кейін сол себеп қылып өзім шығармашылық кешім бердім. Республика сарайында 30-дан астам әртістің қатысуымен 2600 адам жинап, мынандай да әндерім бар деп халыққа таныттым деп ойлаймын. Тырыстым. Бірақ іштей реніш қалды журналистерге, кейбір журналистерге. Иә, кейбір енді кез келген салада бар ғой өзі. Бірақ анау өліп барататын ұнамайды да, андай бір ойбай деп андай. Бауырмалдығың, сыйласып жүргендігің барлығынан аттап өтіп, таптап өтіп, хайповать ететін сондай бір қиын орта ғой өзі өнердегі. Иә. Қатты трагедия емес, бірақ. Әрине. Иә, қатты трагедия емес. Барлығына ризамын. Өзімді бақытты өнерпазым деп есептеймін. Ары қарай мақсатың қандай? Продюсерге кетесің ба, жоқ әлде құрсын, актерлігің жақсы екен? Мен негізі райдерімді айтып, гонорарымды алып жүре беретін. Сахнаның сыртындағы жұмыстар маған көбірек жақын сияқты. Ұйымдастыру. Сахнаның сыртындағы жұмыстар жақынырақ сияқты. Мен өзі жай продюсерлікке, ұйымдастыруға сырғайтын сияқтымын. Бірақ шақырып атса, жақсы рөлдер болса, онда ренжітпеймін. Ал еліміздегі үздік кинопродюсерлер кім деп айта аласың? Bir сөзінде айтыпсың, Нұртас Адамбайдың таланттылығын айт депсің. Баян Мақсатқызы бар, Ермек Тұрсынов бар, енді режиссер, Ахан Сатаев бар, продюсер де болып жүр. Кинопродюсерлердің 3 үздік деп кімді айта аласың? Нұрлан Қоянбаев,
Ерлан Бұхарбаев. Гүлнұр Мамасарипова шығар. Осындай кезде бұл таза саяси стратегиялық жауап болған сияқты негізі. Ертең күні оларды айтпасам, олар маған ренжиді, мен киносына шақырмай қояды деген сияқты. Жоқ, ондай емес. Есеп пікір сияқты. Жоқ, шыны ғой. Жоқ, ол да бар шығар, жарайды десең. Жоқ, мен олардың продюсерлігіне күмәнім жоқ, жақсы продюсерлер. Жоқ, просто мен қазір Нұрлан Қоянбаевты айтпайын, қалай айтпайсың? Қазақстанда ең кассовый киноны жасаған продюсерді мен қалай айтпаймын? Ерлан Бұхарбаевты қалай айтпаймын? Қаншама фильм шығарып жатыр, қанша киногерлерге жұмыс беріп жатыр, қанша таланттарды ашып жатыр. Гүлнұр Мамасарипованы қалай айтпаймын енді? Сериалдардың сүйікті сериалдарды жасап жатыр деген сияқты. Мысалы, Гүлнұр Мамасарипова вообще қатысым жоқ қой? Ондай бір расчетым болса айтпайтын едім да, мысалы, мен өзіме қатысты продюсерлерді айтып отыратын едім. Сондықтан мен шынымен сүйікті продюсерлерім осылар деп ойлаймын. Сүйікті де жаңағыдай өзім бағалайтын продюсерлер деп ойлаймын. Ал Баян Мақсатқызы? Баян Мақсатқызы, жоқ, өзіңіз үшеу дегеннен кейін ғой. Сыймай қалды ма олар? Иә, Ақылбек Досжанов ағамыз, Баян Мақсатқызы қандай. Кстати, Баян Мақсатқызы маған шикарный актер деді. Просто сондай кісілді, ал? Қашан? Аяз аға деген фильмге түстік осы қыста, сол кезде сол кісіден сондай баға алып, қатты қуанып қалдым. Рахмет, Баян ханым. Көп қой, мықтылар. Жақсы Рамазан, ісіңе сәттілік, жұмысыңа табыс тілейміз. Рахмет. Бұйыртса күзде, қыркүйек айында фильмге барамыз, бірақ одан бұрын 1 маусымнан бастап өзің түскен Әсел Сәдуақасова. Дубай любой ценой. Әсел Сәдуақасова. Рамазан Амантай. Рамазан Амантай соңында. Бақтияр Қожа, Дастен Шәкіров, Нұргүл Мыңғатова, Қуаныш Құдайберген бауырым. И сосын Рамазан Амантай. Қуандық Шәкіржанов бар, оның үшін не бір мықты актерлар бар. Келіңіздер, көріңіздер. Иә, тамашалаймыз. Жақсы, саған көп рахмет. Сізге рахмет. Сізбен сұхбаттасам деген ой болған жоқ. Маған кәдімгі шын айтсам кішігірім шок болып отырмын. Неге? Өйткені бұл енді бетке мақтау емес. Бала күнінен бері өзіңізді эфирден көріп, қазір бетпе-бет менің сөзімді тыңдап отқаныңызға іштей қуанып отырмын. Қартайып қалады екенсің, бірақ осындай бала күнінен көріп отырмын деген кезде. Бала күн есейгем кеше ғана. Өзіңіз 25-те шығарсыз десең. Сізге рахмет. Еңбектеріңіз жана берсін, қазақ киносы жасай берсін, аман сау болайық. Біріміз қолдай берейік. Көп рахмет. Құрметті көрермен, бүгін бізде қонақта актер, продюсер, ақын Рамазан Амантай болды. Біздің каналымызға жазылып, пікір жазуды ұмытпаңыздар, қолдаңыздар, бөлісіңіздер. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Диплом алыпты ғой? Нормально, кеткен жоқ, нормально.